Сәлеметсіздер ме? Эфирде неге қоғамдық саяси ток-шоуы. Президент 2021 жылдың 1 ақпанынан бастап елде жаппай вакцина салу жүргізілуі керек деп денсаулық сақтау министрлігіне тапсырма берген. Бірақ өткен аптада Қасым-Жомарт Тоқаев, Алексей Цой бастаған денсаулық сақтау министрлігі бұл тапсырманы толықтай атқара алмады деп ескерту жасаған. Енді осы ескертуден кейін Алексей Цой қандай нәтиже шығарды? Елде вакцина салу неге баяу жүргізіліп жатыр? Халық не себепті екпеден қорқады? Бүгінгі біздің тақырыбымыз вакцина. Қауіп бар ма? Пайдасы қандай? Студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының санитарлық эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми практикалық орталығы филиалы директорының міндетін атқарушы Манар Смағұл. Сұңқар медицина орталығының директоры Қуаныш Керімқұлов. Денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы санитарлық эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми практикалық орталығы филиалы эпидемиолог дәрігер, инфекциялық аурулардың эпидемиологиясы және иммундық профилактика бөлімінің бас маманы Лена Қасабекова, медицина ғылымдарының докторы профессор Күләш Құрманова. Қош келдіңіздер. Уақыт тауып келгендеріңізге рахмет айтамыз. Енді алдымен мына бір материалға көз салсақ. Денсаулық сақтау министрлігінің жаппай вакцинацияны баяу жүргізіп жатқанына алдымен депутаттар шүйлікті. В целом складывается впечатление, что если бывший министр Бертанов провалил начало работы с пандемией, то действующий министр Цой успешно проваливает работу по вакцинации населения. И ежедневная информация нынешнего министра здравоохранения не меняет картины к лучшему, так как население не только не может привиться, но и не знает, как, где и когда это можно будет сделать. Миллиардтар бөлінсе де қазақстандықтарға министр уәде берген екпе жетпей жатыр. Алексей Цой осыған дейін ақпанда 100 мың, наурызда 150, сәуірде 600 мың адамға екпе саламыз деп мәлімдеген. Бірақ министрдің сөзі мен ісі сәйкескен жоқ. Ақыр бұл проблемаға президенттің араласуына тура келген еді. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты. В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Об этом я вынужден сказать. Это касается не только министра здравоохранения, но и правительства в целом. Қасым-Жомарт Тоқаевтың сынынан кейін үкімет шұғыл әрекет етуге кірісті. Bir күн өтпей елдің барлық ірғаларында бірден вакцинация басталды. Бұған дейін жыл соңында 6 миллион қазақстандық ковидке қарсы екпе алады деп келген үкімет енді қыркүйекке дейін Қазақстан халқының жартысынан көбін вакциналамақ. Биылғы сәуір, мамыр және маусым айлары аралығында өңірлерде ай сайын 2 миллион адамға вакцина алу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Қыркүйек айында 10 миллионға жуық вакцинациялауға жататын адамдарға вакцина салуды аяқтауды жоспарлап отырмыз. Содан кейін ұжымдық иммунитеттің жинақтаушы әсері күтіледі. Дегенмен қазақстандықтар арасында вакцинаға деген сенімнен гөрі күмән басым. Әлі күнге дейін ел ішінде екпенің неден, қалай жасалатынын білмейтіндер көп. Вакцинаның түрі, қалай жасалынады, оның жағымсыз түрлері, немесе одан қалай жаңағы салмасақ не болады дегенде ондай жұмыстармен ешкім айналысып жатқан жоқ. Тек қана пиар жұмыстар деп айтамыз ғой. Реклама жаңағы әкімдіктер, жаңағы немесе министр өздеріне салып жатыр, все болды. Яғни олар салса, яғни ол басқаларға әсер болмайды деген сөз емес. Манар ханым, 1 сәуірдегі президенттің ескертуінен кейін жаппай вакцина салдыру үшін денсаулық сақтау министрлігі осыны жеделдету мақсатында қандай жұмыстар істеп жатыр? Жалпы айтып кеткім келеді, бұл денсаулық сақтау министрлігінің тарабынан бұл елді вакцинациялау жұмысы тек қана биыл емес, ол былтырғы жылдан бастап ұйымдастырылған жұмыс. Және елді вакцинациялау ол мына вакцинаның қолжетімділігіне байланысты. Өздеріңіз де біліп отырған шығарсыз, қазір бүткіл әлемде вакцинаның тапшылығы байқалып отыр. Мысалы, егер біз жаңағы салыстыру алсақ, біз Ресей спутник V вакцинасын қазіргі күні қолданып жатырмыз. А Ресейдің өзінде 3,2% елі ғана қамтылған бүгінгі күні вакцинамен. Мысалы, бүткіл жаңағы 50 мемлекеттен астам Ресей вакцинамен қамтып жатса, ол өз елінде 3-те. Сол себептен де бізде де, мысалы, біз бірінші 7 миллион адам алды Ресейде вакцинаны. 7 миллион, но егер бүткіл бүгінгі күні Ресейде 146 миллион халық саны 146
146 миллион. 146 мыңның 7 миллион. Салыстырмалы түрде бұл өте жақсы ғой. Бұл енді былай санға қарағанда сансақ, енді бізде де бүгінгі күні 200 мыңнан астам, енді біздің халық санымыз 190 мың адам алды бізде. Бүгінгі күнгі енді ақпарат бойынша 200 мыңнан астам. Инъекцияны қатар алған 70 мың адам. Қазір 70-тен астық, 80 мыңға жетіп қалдық. Бүгінгі жаңартылған ақпараттар, біз өйткені өзіміз жаңағы ол мониторингті жүргізіп жатырмыз. И вакцинаны қамтамасыз етуіміз, ол қалай бізге вакцина қолжетімді болады, солай біздің жаңағы вакцинаны қамтамасыз ететін топтарымыз олар кеңейе береді. Басында біз кезең-кезеңмен сол себептен бастадық. Басында сіз білесіздер, бірінші болып бізде вакцина алған ол қауіп қатерлі топқа жататындар. Ол медициналық жұмыстар, өздеріңіз пандемия басталғанда да өздеріңіз де білесіздер. Ол ең басты, осы фронтлайн дейміз ғой, ең алғашқы қатарда тұратын қызметкерлер болды. Одан кейін жаңағы осы әлеуметтік саласында жұмыс жасайтын адамдар, бұл педагогтар, полицейлер, қалай вакцина қолжетімді болады, осы топ кеңейтіледі. Енді қазір біз жоспарлап отырмыз. Енді Алексей Цой айтты ғой. Алексей Цой айтты, бірінші сәуір айында 600 мың адам вакцина алады деді. Бұл бекер айтылған сөз емес қой. Бекер айтылмаған жоқ. Контракт бар, келісім шарт бар. Неге уәде орындалмай қалды? Бірінші сәуірден, біз уже бірінші сәуірдің аяғына дегендей айтылды ғой министрлік тарапынан. Біз осы сәуір айының екінші жартысында уже 2 миллион доза Қазақстанға түседі деген мысалы тосып отырмыз оны. Сол себептен жаңағы поликлиникаларда, емханалар олар уже өздерінің жаңағы вакцинацияға келетін адамдардың тізімін жоспарлап, елдерге мысалы хабарлама жүргізіліп жатыр. Егер енді өз басымызға келсек те, мысалы біз отбасымда бүгінгі күні, енді мен ата-енеммен тұрамын, мысалы оларға да поликлиникадан уже хабарлама түсті. Осындай уақыттан сіздер вакцинация бізге жүргізіледі, біз тізімімізді дайындап жатырмыз, сіз келесімізді бересіз ба, бермейсіз ба деген, мысалы олар сауалдама сұралды да өздеріне тізім жөнейді. Міне вакцина түсті дегеннен кейін қайтадан хабарлама беріледі де, ол же вакцинацияға жаңағы кезекпен шақырылады. Өйткені бұл дайындық жұмыстар, енді міне вакцинация келді, жасайық деген емес, бұл өте үлкен жаңағы ұйымдастыру жұмысы да атқарылады алдымен вакцина түспей тұрыпты. Соны ескере түсу керек. Міне вакцина болған сайын қазір бұл ұйымдастыру жұмыстарына тоқталамыз. Енді осыны жеделдету мақсатында қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Вакциналауды жеделдету мақсатында. Қазіргі күнде мобильдік группалар дайындалып жатыр, мысалы, жеделдете түрінде. Міне вакцина түсті. Мобильдік топтар. Мобильдік топтар, мысалы, біз жаңағы базарларда, торговый центрларда вакцинация жүргізіледі дедік қой, мысалы. Оған вакцинация жүргізгенде арнайы біз жағдай жасалыну керек. Қабылданғады, одан кейін вакцинациядан кейін бұл кісілерді жаңағы медициналық бақылауға алуына да әртүрлі. Одан кейін вакцинация алғандар біз информационный базаға кіргізу керекпіз. Вакцинация алды деп, екінші кезеңіне вакцина алуды жаңағы вакцинация алған адамдар, олар уақытымен хабарландырылу керек. Осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Міндетті түрде. Ұйымдастыруына келетін болсақ, президент осы денсаулық сақтау министрлігіне Алексей Цойға дүркін айтты. Вакцина қалай жүріп жатыр, вакцина не болып жатыр деген сияқты. Ең соңында қатаң ескертуге дейін болды. Бұл енді салыстырмалы түрде қатаң ескерту ғой. Жұмысыңмен қоштасасың дегенге келтірді. Сол ескертуден кейін бірден 2 сағат өте салысымен Алматыда, Нұр-Сұлтанда вакцина салу басталды. Бірден 2 сағаттан кейін. Сонда бұл қалай болғанда? Осы уақытқа дейін вакцина бар бола тұра, денсаулық сақтау министрлігі бар вакцинаны жасырып тығып отырды ма, әлде бұл дұрыс ұйымдастырмаудың себебі ме? Қалай ойлайсыз? Бұл жерде менің ойым әртүрлі болуы мүмкін. Біріншіде вакцинаның жетіспеуі мүмкін. Одан кейін вакцина... Жоқ болса, оны неге сол ескерту айтылғаннан кейін, мысалы, бейсенбі ескерту жасалды, жұма салына бастады ғой. Онда неге ол жоқ болса, оны салмас еді ғой, мысалы. Оны олардан ұстаңыз. Менің ойым вакцина жетіспейді деп ойлаймын біріншіде. Манар ханым, сіз қалай ойлайсыз? Вакцина болмады. Жоқ деп келдік, бірақ президенттің ескертуінен 2 сағат өте салысымен бірден жаппай вакцина салу басталды. Мен асыққан үйрек суға өзіңіз білесіз қай шермен. Жоқ, оған мен келіспеймін. Бұрын тек арнайы топқа салып келді. Полицияға, бірақ осы ескертуден кейін кешіріңіз, мынаны түсінуге, вакцинаны бір күнде бәрін осынша доза шығару мүмкін емес. Өйткені даже вакцинаның жаңағы өңдеуінің өзі, ол жоспарланып өңделеді. Бұл жаңағы производственный мощность, одан кейін
сіз айтқандай өзі келісім шарт мысалы өйткені тағы да біз қосымша Ресейден тағы да вакцина аламыз. Жоқ, енді бәрібір дұрыс айтып отырсыз, бәрі дұрыс сіздердікі, керемет. Бірақ президент ескерту жасағаннан кейін Алматыда 22 000 доза тұрыпты мәселенке. Ескерту жасағаннан кейін қалай бірден пайда болып кетті жаңағы вакциналар? Қалай бірден халыққа салына бастады? Осыған дейін арнайы топтарға жаңағы сіз айтып отырған мұғалімдерге, дәрігерлерге салынып келді ғой. Ал халыққа бірден салына бастады. Оның үстіне сіз ұйымдастыру жұмыстары дұрыс жүргізіп жатыр дейсіз. Ұйымдастыру дұрыс жүргізілсе, халыққа неге әлеуметтік желіде күмәнді SMS-тер келеді мысалға? Әлеуметтік желі арқылы келеді. Қазір денсаулық сақтау министрлігі мынандай жерлерде екпе салып жатыр деген сияқты хабарламалар келді. Бұны неге ресми парақшалардан, ресми сайттардан немесе ресми байланыс нөмірлер бар ғой мысалға, байланыс орталықтарына неге ресми хабарландыру келмейді? Бұндай жауапты міндетке неге жауапсыз қарайды денсаулық сақтау министрлігі? Мен айта алмаймын, мен жауапсыз қарайды деп. Өйткені біз мен өзім де осы салада істеп жатырмын. Мысалы, бұл бізде мысалы күнделікті осы әлеуметтік жүйе бойынша былай сұхбат беру, журналистерге сұхбат беру арқылы оны біз хабарландыру жұмыстары жүргізілді. Мүмкін мен ойлаймын, бұл өйткені сәйкес болып қалған шығар деп, өйткені айтқан мүмкін уақытымен мысалы бұл бір жай ғана сәйкестік болуы мүмкін сіздің ойыңызша, иә? Әрине, өйткені бұл жоспармен жүргізілетін жұмыс. Яғни президент айтқанымен бұл жаппай вакцинация екеуі бірдей бір уақытта келіп қалған сәйкестік болуы мүмкін. Бірақ нақты емес ол жақ. Сіздер жаңа айттық қой, біз кезең-кезеңмен вакцинациялауды бастадық қой елімізде. Және бұл вакцинация ерікті түрде жүрді. Соны ескерсек. Жаңағы бізде жоспарланған дәрігерлер саны мен егілген дәрігерлер санысында оның арасында жаңағы вакцинадан бас тартқандар болуы мүмкін. Соларды мысалы олар егеміз деп жаңағы дайындалып отырған план, жоспар бойынша жаңағы қауіп-қатер тобындағы адамдарды бірінші кезекте егілсін деген бізде жаңағы мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысы тұр. Сондықтан медициналық қызметкерлер бірінші кезекте осы жаңағы қауіп-қатер тобы медициналық қызметкерлер, педагогтар, полицейскийлар, жаңағы ішкі істер министрлігінде жұмыс істейтін адамдарды егіп отырған кезде жаңағы төмен болғандықтан жаңағы сіз айтқандай бір күннің ішінде халыққа егілді. Енді ол сол вакцинаны халыққа да сол кезде уже не қылды, топты кеңейтті. Сол күндері, содан бір күн бұрын, буквально сол Тоқаевтың ескертуіне бір күн бұрын мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысы шықты жаңа. Ол қаулы бойынша жаңағы өңірлердегі және ірі қалалардағы жергілікті санитарлық дәрігерлер осы вакцинаға қажетті топтарды өздерін жаңа жергілікті басқару акиматтармен келісе отырып қайта қарауға мүмкіндік алды. Сол күні. Рахмет, осы жерде жарнамаға кезек берсек, біз 5 минуттан кейін ораламыз. Оған дейін тек қана жаңағы қауіпті топтарды егіп отырған еді. Сол күннен бастап олар өңірдегі санитарлық эпидемиологиялық жағдайға байланысты және вакцинаның көлеміне қарай және өздері олар шеше алды. Сол күннен бастап кімді егуге болады, кімді егу керек өзінің өңіріндегі жағдай бойынша. Солмен сәйкес келді тура жаңағы сіз айтқан жағдай. Рахмет, Лена ханым, вакцина мүлдем жетіспей жатқан өңірлер бар ма бізде? Мүлдем жетіспей жатқан. Сосын мысалға енді бұл вакциналауды бәрін денсаулық сақтау министрлігіне аудара салуға болмайтын сияқты менің ойымша. Бұл жерде енді ұйымдастыру жұмыстары әкімдіктерге де тікелей қатысты ғой, мысалға әкімдіктерге. Осы тұста келген кезде қай әкімдіктер белсенді жұмыс істемей жатыр? Енді олны мен қазір прям айтамаймын, мына халыққа насихаттау жұмыстары болсын, басқа жағынан болсын. Ол насихаттау жұмыстарында да біздің мысалы мекеме, біз мониторинг дейміз ғой, апта сайын мониторинг жүргізілеміз, қандай насихатты жұмыстар жүргізіліп жатқан өңірде де мен айтамаймын, бәрі былай жай қарай салып отыр бұл мәселеге деп. Дайындық болар алдында біз мысалы өзіміз өңірлерге біздің орталықтың дәрігерлері шығып, күнтізбе мұздату тізбегін сақтау қалай жүргізіліп жатыр, қалай бұл ұйымдастырылып жатыр бұл жұмыс. Бірнеше жаңағы өңірлерге біз барып өзіміз сондай ұйымдастыру әдістемелік көмек ретінде шығып біздің дәрігерлер олар ондай жұмыс атқарылған болады. Вакцинаны халыққа түсіндіріп
мысалға күштеп сала алмаймыз. Жаңа Лена ханым айтты, күштеп сала алмайсыз, ешкімді зорлап алып келе алмайсыз, міне вакцина салу керекпіз деп. Бірақ осы жерде енді түсіндіру жұмыстарының қаншалықты маңызды екенін біз сезіну керекпіз ғой. Түсіндіру жұмыстарына бізде кім жауапты? Денсаулық сақтау министрлігі ме, ақпарат министрлігі ме, жоқ әлде басқа құзырлы мекемелер ме? Мен бұл жерде бүйтіп айтып кеткім келеді. Бұл жаңа сіз өте дұрыс айттыңыз. Бұл бір саланың ғана жұмыс емес, өйткені бір саланың ғана жұмысымен біз оны атқарламаймыз. Бұл жаңағы межведомственное взаимодействие дейміз ғой, вот мысалы да, бұлар ведомствоаралық байланыспен бұл қосалқы жұмыс жасалу керек. Мысалы ақпараттық министрлігі мен жаңағы денсаулық сақтау министрлігінен біз ақпарат дұрыс уақытылы беріліп отырып, мысалы да ақпарат министрлігімен бұл ақпарат кеңінен жаңағы халыққа таратылуы жөн. Және де бұл жерде мен басында былай айтып кеткім келеді, негізі өзі иммундау жүйесі, система иммунизация дейміз ғой, профилактикалық алдын алу шараларының егер өзінің жаңағы дамуын қарасаңыз, бұл жерде сіз жаңағы 4 кезеңін көресіз. Ең бірінші кезеңде мына вакцина мүлдем жоқ болғанда, ең әлемде да бүткіл вообще мүлдем жоқ болғанда, бізде жұқпалы аурулардың өлім жетіммен аяқталатын саны үлкен көп болды. Одан кейін вакцина пайда болды. Жаңағы натуральная оспа, полиомиелит, жаңағы қызылша, қызамық, ол кезде вакцина қолдана бастағанда біз уже жаңағы жұқпалы аурулардың өлім жетіммен аяқтан төмендеткенін ел байқадық, да? Ол екінші уже кезең, мысалы уже біз айтамыз уровень бұл недоверие дейміз елде халқы. Өйткені бұлар жаңа натуральный оспа, полиомиелитпен, дифтериямен, бұлар күнде өзіңізде айтарсыз. Олар қазіргі енді мен айтам, біздің бақытымыз, біздің жас дәрігерлер бұл жұқпаны көрмейтін бүгінге. Олар тек қана кітаптен көбісі біледі. Дифтерия деген не екен, сал ауруы не екен, ондай натуральный оспа 78 жылы біз мир свободный. Одан кейін оны көрмегеннен кейін уровень недоверия дейміз. Нақты жауап беріңізші, түсіндіру жұмыстары неге, мысалға түсіндіру жұмыстары жақсы жүргізілсе, халық екпені еркін түрде жаппай жүгіріп барып салдыратын еді. Жоқ, ол емес, олай емес. Түсіндірме жұмыстарының жүргізілмей жатқан, жаңа депутат Унжаков айтты ғой, қайда барып салатынын да білмейді деп. Неге? Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алексей Цой денсаулық сақтау министрі бола салған кезде үлкен құзырет берді. Барлық жұмыстарды індетті тоқтату қолында деп. Сол құзыретті Алексей Цой неге қажетті деңгейде пайдалана алмады? Мен сізбен келіспеймін, шынымды айтсам, қажетті деңгейлерде жүргізілмеді. Қажетті деңгейде пайдаланса, Қасым-Жомарт Тоқаев жаңағында ескерту айтпайтын еді. Енді шынымды айтсам, депутаттар шүйлікпес еді. Елдегі белсенділер Алексей Цойға жан айқайын жеткізе алмай жатырмыз деп шулап жатыр ғой, мысалға. Халықаралық ұйымдармен бірлесіп, мысалы, біз өзіміздің де тарапынан, өзімдеміз соның қатысушы болдым, біз видеоролик елге дайындалдық. Бүткіл енді мессенджерлар дедік, сонымен ол таратылды, ресми сайттарға орналастырды. Одан кейін брошюра, буклеттер дайындалып жатыр. Мен жаңағы сізге айтқым келетіні, мысалы, тек қана бұл жерде ақпараттық жаңағы бұл қай жерде қалай алу керек жұмысымен бірге, өзіңізде білесіз, біз енді өмір ғой, ылғи да үнемі жаңағы керісі көзқарас та жүріледі. Енді біздің бәріміздің қазір әлеуметтік жүйесі де бар, интернет те бар, мысалда, содан елдер енді мысалы өте теріс көзқарасты да жаңағы көреді. Себепте мен сосын кейін айтып жатырмын ғой, мына уровень недоверия, одан кейін біз жаңағы осы ковидтік, жаңағы біз COVID-19 болды, одан кейін жаңағы алдыңғы жылдары бізде қызылшаның бұрқ етпе жағдайлар болды. Сондай жағдайлар тіркеткен сайын адамдар көзқарасын өзгертеді. Даже міне өзіміздің тәжірибемізге сүйене отырсақ, міне бірінші ақпаннан біз вакцинация бастадық па да, медициналық саласының көп жаңағы қызметкерлері, бұлар кейбіреулер сенімсіздік атқарды. Бүгінгі күнде мысалы, өйткені ақпан айында, былтыр наурыз айында вакцинация қабылданды да. Одан кейін даже міне өзімнің аймағымды да алсам да, біз мысалы бірінші қатарда вакцинация алдық. Одан кейін уже жан-жағынан қарастырып отырып, әлемде жаңағы вакцинацияның жақсы деңгейде қамтыған елдерге қарап отырып, қалай сырқаттанушылық төмендете келе, уже кішкене елдерде көзқарас өзгере басталады. Оны да ескеру керек, мысалы. Түсінікті. Қуаныш мырза, Алексей Цойдың халықпен коммуникациясына балдық жүйемен, 100 балдық жүйемен алған кезде қандай баға берер едіңіз? Оны ешкім есептеп көрген жоқ, бізде оны есептеген жоқ. Бірақ мен ойым төмен деп ойлаймын. Балдық жүйемен қанша? Bir танықпен бірдей ғой, орта бағасы. Осы коронавирус вакциналары басқа вакциналармен салыстырған кезде Күләш ханым өте жылдам, тез әзірленді. Бұл енді
халыққа сенімсіздігі де осыдан деп ойламайсыз ба? Немесе қаншалықты сенуге болады осы вакциналарға? Бұл вакцинаға жақсы сену керек. Өйткені мына COVID-19 деді ғой, COVID-V, соны спутник V вакцинасы Гамалей институтында шығарылды. О жерде ол институты неше жыл бойы тәжірибесі көп. Олардың жағдайы болды. Сол жағдайын қолдана отырып, ода жаңағы Путиннің нұсқауымен тез шығарған сол себеп. Ал енді о жерде білікті мамандар жұмыс істейді. Жаңа Гинзбург деген академик, соғысының лабораториясы, одан кейін о кісілердің вакцинасы векторный вакцина дейді. Векторлық основасын аденовирус дегенді алды. Аденовирусқа жаңағы коронавирустың сыртқы антигені қондырады. С антигені. Одан кейін сол екі компонент дейді ғой. Бірінші компоненті бір түрі қондырады, ал енді 19-23 күннен кейін екінші компонентін салады ғой. Ол вакцинаға жаңағы аденовирустың 5-ші компонентіне жаңағы коронавирустың сыртқы антигені тоже енгізіледі. Тағы да енгізіледі. Сондықтан бірінші вакцина жасағаннан кейін антиденелер қабылдана бастайды. Бірнеше күннен кейін антителі уже пайда бола бастайды. Ал антителдің ең көп болатыны сол бір айға жоқ, бір ай өткеннен кейін оның деңгейі көтеріле бастайды. Ал енді екінші вакцина жасағанда неге әртүрлі компоненттер қосылды? Бірінші айттым ғой, 26-шы тип болатын болса, одан кейін 5-ші тип деп. Жаңағы бірінші компонентіне құралған антиденелер екінші дозасымен жойылып кетпеу үшін басқа типін қолданады, 5-ші типін. Сондықтан бірақ жаңағы коронавирустың есі антигеніне бәр еселеп антигенелер пайда бола бастайды. Яғни сену керек дейсіз ғой. Оған жақсы сену керек, өйткені векторлы аденовируспен жалпы адамдар жиі ауырады. Бізде мына... Ал енді бізде вообще халықта иммунитет болу керек жаңағы вирусқа, аденовирусқа. Ал енді сол аденовирусқа тек қана коронавирустың сыртқы антигенін енгізген. Сондықтан вакцинаның ешқандай қаупі жоқ. Ал енді кейбір адамдарда, мысалы, аллергический реакция болатын болса, ол компоненттеріне вакцинаны дайындаған кезде кейде дұрыс тазаланбай қалуы мүмкін. Ол мысалы AstraZeneca'да критика жүріп жатыр ғой. Осы AstraZeneca'да мысалы кеше ғана Еуропаның дәрі-дәрмек агенттігі қанның тромбоз дейді ғой, қанның ұюына қатысы бар екен мойындады, мысалы AstraZeneca'ның. Оны Гинзбург анықтама берді. Бүгін таңертең телевизордан анықтама берді. Ол вакцинаның сапалығында емес мәселе. Ол мәселе жаңағы вакцинаның тазалауы. Компоненттер, қосымша компоненттер болды ғой. Солардан тазалап, одан кейін жаңағы производствоға жіберу керек. Мен мынандай сұрақ қояйын сіздерге. Мына шетелдегі тазаланған деген сөз, ол компоненттерін азайту деген сөз ғой. Әр вирустың өзін сіз айтып отырсыңыз. Әр вирустың өзінің ішкі антигендер болады, сыртқы антигендер болады, дұрыс па? Бізде сол әр антиген, әр сыртқы ішкі антиген мен сыртқы антигенге бізде иммуноглобулин дегенде шығады ғой иммунитеттен. Сол тағда бізде Т-лимфоциттер болады. Ол бір кооперативный нелер болады, кооперациялар. Сонда әр участкіге, әр генге отдельный антителлар мен жәндегі Т-клеткалар шығады. И сол әр ген біздің организмде қайсысы екен біз точно білмейміз. Соның біреуі тромбоз береді. Түсініп отырсыз ба? Енді біздің айтып жатқан сөздерін бір жағынан тыңлауға болады, бір түрлі бір жақсы қалада, жақсы елде тұрып жатқан сияқтымызды. Енді шыңы сізді естіңіз вообще бір великолепная страна. Но былай статистика қарасаңыз, бізді қазір Турция мен
Израильді алайықшы мақаланы, Европаны алмай ақ қойды. Израиль халқының жарысын вакциналап тастады. 57%. Әне, ол не бізде не 1%, ояқты не сол ғой ең үлкен сұрақ. Рахмет, осы жерде біз жарнамаға кезек берсек, 5 минуттан кейін жалғастырамыз. Менің ойым мынандай, менің ойым. Кезінде сол министрде отырған жігіттер бұлар ойлаған шығар, біз көп отырмаймыз бұл жерде. Бүгін ертең бәрібір істеген тіріміздің былығымыз шығады, бәрібір бізді құртады. Біз кетеміз деп. Қазіргі ең ақырғы 167-ші приказды қараңызшы. Оснащение, минимальное оснащение медицинасы. Сол жерде вакцинальный кабинеттің оснащениесін қараңызшы. И керек нәрсемен қараңызшы. Келіспейді ғой. 20-шы жылғы декабрьде шыққан. Мен кешіресіз, Қуаныш мырза, мен сізге бұл жерде кішкене келіспеймін. Себебі сіз ойлайсыз, мысалы біздің үкіметте отырған жаңағы сол біздің министрлікте, осы денсаулық сақтау саласындағы министрлікте бұл жерге жай ғана өз көзқараспен қараған сияқты мен кетем, не болса ол болсын дегенде. Оған мен келіспеймін. Уақытша келдім де. Мен оған енді жаңағы уақытша келдім деп енді сіз сөйтіп айтып жатырсыз ғой. Ол жаңыз екі адам ғана істеп жатқан жоқ бұл салада. Бұл салада сіз өзіңіз де істеп жатырсыз, өзіңіздің тарапыңызда істеп бірінші жаңағы учаскеде отырған врачтар да істеп жатыр. И сол себептен мысалы бүткіл врачтардың атынан мен қазір айта алмаймын, бірінші жаңа поликлиникада айтып жатқандар. Мысалы біз өзіміз керемет мемлекетте біз өз тарапымыздан атқарып жатқан жұмысты айтып жатырмыз. Біз ең басты мысалы бұны айтып жатырмын ғой, біз сол керемет министрлігінің несіз ғой. Не уақытта 50%, не бізде 1%. Соны түсіндіріңізші. Ол мысалы ол жұмыс, мен енді Монғолияның өзінде 300 мың адам вакцина алып тастады. Енді біз енді бірінші дозамен Украинаның денсаулық сақтау министрлігінің парақшасына, сайтына кіретін болсаңыз, одан бөлек ресми мемлекеттік баспасөздерінде қандай вакциналардың елге жеткізіліп жатқаны, олардың құрамы қандай, әсері қандай, бүкіл зерттеулермен бірге парақшаларында, сайттарында тұр. Ал бізде неге ондай жоқ? Әрине. Жоқ, бізде жұмыс істемей жатыр деп ойлауға болмайды. Біз сынау емес, біздікі мақсат ұсыну, және осы мәселені жұмыс істеуге болады ғой. Жай істеуге болады. Манар ханым, сіздерге бір сұрақ қойыншы, жаңағы шетелден жеткізіліп жатқан вакциналар бізде қалай тексеріледі? Мәселен, Бразилияны алайық, Түркияны алайық. Синовак вакцинасын қалай алды олар? Өздерінің бір 10 шақты, 20 шақты, 100 шақты азаматтарына тәжірибе жасап көрді, қалай әсер ететінін. Бразилия Синовактың 50% ғана тиімді екенін айтты. Содан кейін 2 ай өткеннен кейін, нақты арасын мерзім білмеймін, Түркия бұл Синовактың 83-те 5% екенін мәлімдеді. Ал бізге салынып жатқан, біз алып жатқан вакциналар қаншалықты нәтижелі? Бұл Ресейде 92% болуы мүмкін. 91-де 6%. Ресейдің өзінің ресми мәліметі бойынша 91-де 6%. Ал бізде бұның тиімділігі қанша? Осыны зерттедіңіздер ме? Бұл жерде, мысалы, әлде зерттелмей салынып жатыр ма? Зерттелді. Тіркеу вакцинаны негізі елге қолданылады, олар тіркеу жұмыстары. Ал тіркеу жұмыстарының алдында бұның бәрі енді экспертиза өтеді дейміз ғой. Ол Национальный центр экспертизы лекарственных средств деген бізде өздеріңіз білесіздер, сондай ұйым бар. Сол ұйымнан бұл тіркеуден өтеді. Бір жағынан сенуге болады айтып жатқан сөздеріне. Бірақтан бір жағынан сенуге болмайды. Не ептесің, Синовактың қағаздарын бәрі Түркияда өтеді. Басқа елде өтеді. А біздің Қазақстанда өтпейді. Олар бейшаралар шырылдап, анау өкіметке бір рет жалобы барғасын, бұлар өткізеді ғой. Қазіргі министр жұмысы дұрыс болғанда, қазір бізде Индияның да, Қытайдың да, Европаның бәрі вакциналар болу керек қой. Любой, и ол платно, бесплатно бәрібір болу керек. Бірақтан бізде қазір өз ақшада қайдан сатып алуға болады вакцинаны Қазақстанда, айтыңызшы. Сіз айтасыз, ақылы түрде вакцина, ақылы түрде қазір вакцина бізде салынып атпайды, әлі де қаралмайды. Не ептесеңіз, бұларға министрде отырғандарға ақшаның бәрін через ИСК кіргізу керек қой. ИСК-да сәлде болса бір нәрсе қалады. Сәлде болса қолына жұғады. Атак, енді бұл система ғой, бұл системаны құртпағанша дейін, бұл болмайды. Денсаулық сақтау министрлігі шетелмен келісімге отырады, содан кейін ескі фармация арқылы дәрі-дәрмек жетеді. Яғни сіздің ойыңызша бұл жерде қаржылық бұрмалаушылық болуы мүмкін ба? $1,5-2 бағасы. $1,5-2. Қайсының бағасын айтып отырсыз? Себестоимости. Спутник V-дің бағасы $26. Ол сату бағасы. $26. Ол сату бағасы. Ал AstraZeneca-ның бағасы €3.
мысалға. Әне. Ең Ол бүкіл сату вакциналардың бағасы, арзаны сату бағасы. AstraZeneca. Сен тыңдашы, ол на производственная себестоимость дейді. $1,5–2. Кейбір жерде $1 да болуы мүмкін. Қалған бәрі ол уже басқа Сіз қайсының өзіндік құнын айтып жатсыз бұл жерде? Ең арзан айтып жатырмын. Бізде AstraZeneca ғой онда? жоқ. Ең арзан қазіргі мынандай айтады, себестоимость деген болады. Бізде Қуаныш мырза, бұрмалауға болмайды. Манипуляция жасамайық. Қараңыз. Себестоимость деген сөз әр производствоның өзінің себестоимости бар. Әр производствоның өзінің GMP-сі бар. GMP-ның ең кемін алып, ең арзан GMP-ні алып, ең арзан $1,5–2 артық болмайды деп мен сізге сөз беремін. Одан кейін анау транспортный расходы болады, түсінесіз ба? Одан кейін жолы, сату, сеу, енгізу. Сол $3 келеді. А бізде қаншадан болып жатыр бағасы? $26 деп айттым ғой. Әне керемет. Енді мысалы бұл жаңағы осы мәселені талқылау үшін мен ойлаймын, бұның біздің құзыретімізге, мысалы бұл баға вакцинаның бұл қалай келісімшарт орнату біздің құзыретімізге жатпайды. Сол себептен бұған арнайы бұған мысалы сізге мысалы арнайы бағдарлама жасаңыз. Бәлкім бұндай сұрақтар қойылатынын біліп, сезіп, денсаулық сақтау министрлігі жауапты мамандар жібермеген шығар. Мен енді о жағын десе де біз жаңағы сұраққа жауап берейікші. Шетелден жеткізілген вакциналар бізде қалай тексеруден өтті және қандай тиімділігі бар? Қанша регистрация бар? Соны айтыңызшы, қанша вакцинацияға регистрация бар? Мен қазір білем, Синовак тек қана разрешение на ввоз берілді, дұрыс па? Синовак вакцинасы. Қытайдікі. Синовак. Спутник Ви. Временная регистрация. Pfizerмен келіссөз жүргізіліп жатыр. AstraZeneca. Енді қараңызшы, Израильдағы Турциядағы сояқтағы министрлер не істеген? Өткен жылы сол заводтардың бәрімен барып келісіп, заранее предоплатасын беріп қойған ғой. Орыстар деді ғой, ничто не укрепляет веру клиента, как предоплата. Соны предоплатасын барып берудің орны бұлай отырған ғой, бұлар стандартный позиция. Керек болса өзі келеді. Керек болса өзі сұрайды. Ақша керек болса өзі келеді. Өзі келеді. Келмеді ешкім. Біздің министрлігі істеп жатқан адамның бәрі сол заводтарға барып келсін десіп, ақшасын төлеп, заран дайындап отыру керек ғой бәрін. Істемеді ғой соны, істемеді. Сол үшін Күләш ханым, сізге әлемнің 100-ге жуық мемлекетінде қазір жаппай екпе салу жүргізіліп жатыр. 300 миллион азамат екпе алып үлгерді. 3 миллионнан астам азамат. Олардың ішіндегі ең көп алынып жатқандар мына ақш пен Германияның бірлесіп әзірлеген Pfizer, бұның тиімділігі 95%, британдық шведтік AstraZeneca, бұның тиімділігі 63%, алғашқы тәжірибеде 50% деп айтылған. ақш-тың Модернасы 92%, Ресейдің Спутник Ви 91,6%. Қытайдың Синовагы 83,5%. Мына Украинаның сайттары, жаңағы айтып отырмын ғой, денсаулық сақтау министрлігі әрқайсының тиімділігін айтып, ашық мәлімет беріп отыр. Біздің қарапайым халық осы екпелердің сіз қалай ойлайсыз? Қайсысын таңдау керек, қайсысын салғызу керек? Ертең Синовак келеді деп жатыр, мысалға 3 миллион. Өзіміздің отандық вакцина шығып жатыр. Сосын жаңағы Спутник Ви бар. Қайсысын таңдау керек? Қалай таңдау керек? Бізде Спутник Ви зерттеуден өтті халық арасында. 600 адамнан артық адам клиникалық зерттеуден өтті. Оларда ешқандай жаман әсер болған жоқ. Сондықтан Спутник Ви бізде қазір қолданып жатыр ғой. Оған сену керек. Ана бізде Қарағандыда шығатын вакцина қазір ковид дейді ғой. Ол сол Спутник Ви. Қарағандыда емес, ол отарда шығарылып жатқан біздің. Жоқ, Қарағандыда. Ковид-вак, сол Спутник Ви ғой. Қарағанды фармацевтический комплексті шығарып жатыр деп хабар беріп жатыр ғой телевизордан. Ал енді сол Спутник Ви алып келеді, несінегі балка дейді ғой, балкасын. Осың бізде пропеллерларға құйылады. Одан кейін сол біздің вакцина. Ал енді бүгін таңертең телевизордан біз тағы да хабар естідік. Біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы жаңағы біздің қазақстанский вакцинаны қабылдады. Міне, рахмет. Енді біз осы жерден Манар ханымға сұрақ қойсақ, яғни бұл вакцинаның флакондары бізде өзімізде өндіріледі ғой, Спутник Видің, ал ішіндегі дәрі-дәрмегі екпесі Ресейден жеткізіледі, солай ма? Сіздікі тек қана құю. Разливается.
Қазір Қарағандыда қанша вакцина шығып жатыр? Қазір Қарағандыда қанша вакцина шығып жатыр? Соңғы деректер бойынша тәулігіне 150 мың дозадан шығаруға мүмкіндік бар екен. Бірақ бұл жерде бір айта кететін мәселе, ол жаңағы бізден жаңағы разлив дейміз ғой, флакондарға құйылғаннан кейін де тексеріс өту керек. Ал ол тексерістің уақыты 1 айға жуық. Ол себебі жаңағы бір айда шығаруға 4,5 миллион мүмкіндігі бар екен. Біздің елде шығарылған вакцина, құйылған вакцинаның өзі қайтадан жаңағы Гамалей институтына барып, сол жерден зертханалық тексеріс өтіп, одан кейін сол оң нәтижелі болғанда ғана ол қолданысқа жіберіледі. Сіздер ойламаңыздар, оны жасау, конечно, ол тез, производство былай өндіру болады. Бірақ ол міндетті түрде жаңа сіз айтпақшы, қауіпсіздігіне, тиімділігіне, бұл жердегі разлив әсер етпеді ме, соны білуіміз керек. Сондықтан ол күтіп отырады олар. Мына жақта құйып, тексеріп, қайттан Ресейге жіберіп, қайттан алдырып жүргенше сол Ресейден бірден сатқызып ала бермейміз ба? Миллиардтар зауытқа ақша құйғанша. Ресейден тура алуға біз алдық басында, өздеріңіз көрдіңіздер, сол вакцина қолдандық жаңа біздің қауіп-қатер топтарына. Бірақ енді бұл екі ел арасындағы келісімшарт және тиімді болғандықтан осылай осыған келіп отырмыз. Қанша бағамен сатып алып жатыр денсаулық министрі сол вакцинаны? Енді бағаның несін мен айта алмаймын. Енді осы шетелден жеткізілетін вакциналардың жаңағы спутник Ви ғой, негізгі әңгіменің төңірегі спутник Виге қатысты. Иммунитетті қанша уақыт қалыптастырады, қанша уақыт вирустан қорғайды? Маған қойған сұрағыңыз ба? Бұл вакцинаға 1 жылға дейін иммунитет сақталады деген мәлімет бар. Бір жарты жылдан 1 жылға дейін иммунитет ол қорғайды. Жаңағы құралған антиденелер адамды жұқтырмайды. Ал енді инфекция болған кезде де жаңағы антиденелер оларды бірден жойып тастайды. Қымбатты спикерлер, әңгімемізді өкінішке қарай дәл осы жерден тоқтата тұрсақ, қазір бізде жарнама. Одан кейін жаңағы титрі басыла бастайды 1 жылдан кейін. Вакцинаның кері әсері бар ма? Вакцинаның кері әсері жоққа бар деп айтуға болады. Өйткені вакцина өте жақсы тазаланады. Осын вакцина тек қана антиденелер құрайды. Жаңа айттым ғой, қалай жасалатыны. Аденовирусқа жаңағы сыртқы антигенін енгізеді. Спайс антиген дейді ғой, соны енгізеді, а ол жаңағы спайс антиген жасушаларға вирус жұқтыратын жол. Ал сол неге жаңағы спайсқа антиденелер құралғаннан кейін адам ауырмайды, жұқтырса да. Вакцинаны қандай аурулар бар адамдарға салдыруға болмайды? Мысалға, созылмалы ауру асқынып тұрған кісілерге вакцина салынады, аутоиммундық ауруларға, жүкті әйелдерге салуға болмайды деп айтылып жатыр. Сізбен келісем. Осы AstraZenecaға қателеспесем, жүкті әйелдерге салу үшін жақсылап зерттеліп алу керек дейді, жүкті әйелдер ішіндегі құрсақтағы баласынан бастап. Енді бізге әзірге берген нұсқауда жүкті әйелдерге жүкті кезінде салуға болмайды. Емшек баласы бар, емшек еметін баласы бар әйелдерге де салуға болмайды. Ал енді қазір мысалы вакцинаға келген азамат ауырып тұрса, сол кезде салуға болмайды. Мысалы іші өтіп, тамағы ауырған басқа себептермен ондай адамдарға вакцина салынбайды. Одан кейін созылмалы ауру бар адамдардың жаңағы бұрынғы аурулар қозатын болса, ол кезде де салынбайды. Сол әбден сауығып кеткеннен кейін, қазір айтамын, адамдар әбден сауығып кеткеннен кейін 2-4 аптадан кейін вакцина салуға болады. Аутоиммунный ауру деген адамның әртүрлі ағзаларына антиденелер құралады. Ол онша жақсы ауру емес. Аутоиммунный аурулар. Ал енді бұндай адамдарға өте әбден тексергеннен кейін ғана салуға болады. Әбден тексергенде қалай тексеру керек? Нені тексеру керек? Енді қазір ауру қозып тұрса, онда болмайды. Ал енді қазір мысалы аутоиммунный аурулар, сахарный диабет, бронхиальная астма, буын ауыратын адамдар болады, аутоиммуновый генезі. Дәл осы адамдарды алып кетіп жатыр ғой көбі. Оларға жаңағы ауру қозған кезде салуға болмайды.
Ауру қозбаған кезде ше? Ауырға қозбаған кезде салуға болады. Ремиссия кезінде, мысалы Ремиссия созылмалы кезінде. аурулар, олардың Созылмалы. период ремиссия дейді. Мысалы бұлар ауру қозып тұр деді ғой, сол кезде салынбайды да, жаңағы теріс әсерлеріне айтып кетсек, бұл жерде жалпы вакцина нұсқауында ол жүреді. Күтімді жаңағы әсерлер, бұлар жалпы жаңағы теріс әсерлер болады, жаңағы жергілікті дейміз. Жалпы әсерлерін бүгін, біз оны бәрбірде статистика жүргізіледі. Бүгінгі қазақстандықтардың арасында алған вакциналардың алдында 10-15% аралығында болады. Мысалы, ол гриппоподобный синдром дейміз. Температура көтерілуі мүмкін, дене қызуы көтерілуі мүмкін адамдарда. Одан кейін жаңағы артралгия, миалгия дейміз да, ет бұлшықтары, буындар ауыру мүмкін, ет бұлшықтары ауыру мүмкін. Ол мына жалпы әсерлер. Ол жаңағы өзімен өзі 2-3 күннен кейін өтіп кетуі мүмкін. Жаңағы немесе дәрігерлер нұсқау жасайды нестероидный противовоспалительный препараты қолдануға. Немесе мысалы көп жағдайда мынау жергілікті әсерлер болады. Оның бұл күтімді әсерлер дейміз. Жаңағы одан кейін қатер әсерлердің бірі бұл ерекше жағдайларда бұл жаңағы судорожный синдром или температура 40-тан асты мысалда болады. Оларда уже жеке жаңағы тіркеліп, бұлар арнайы бұл жерде жаңағы есепке алынады. Расследование жүргізеді. Сіз екеуіңіз екпе алдыңыздар ғой? Алдық. Сіз ше? Менің ойым ол басқа. Сіз алмадыңыз ба әлі? Нені? Екпе вакцина алдыңыз ба? Мен өткен жыл жасағым. Өткен жыл жасап тастадың? Қолдан жасап, өзім жасадым. Сіз ше, алдыңыз ба? Біз әлі тізімдеміз. Екпе, бұл сұрақ қойып отқан себебім, екпе алу қалай жүргізіледі? Мысалға біз енді созылмалы ауру бар дедік, аутоиммундық ауру бар азаматтар енді өздері білмейді делік, мысалға алуға болмайтын. Солар барған кезде оларға айтылады ғой осы мәселенің бәрі, Мысалы, мен жаңа айтып кеттім ғой, ең басында диспансерный учет дейді. Адамдар егуге келеді. Егуге вакцина салатын жастағы адамдар, 18-ден асқан адамдар, 60 жасындағы адамдар келеді. Одан кейін жарты сағат медицина қызметкерлері де о кісілерді тексереді. Температурасын, давлениесын, қан қысымын, пульсын, одан кейін демалысын, қанша дем жасайды минутына, соларды әбден тексеріп, тамағын қарайды, тамағында қызарған бар ма жоқ па. Соның барлығы жоқ болатын болса, ондай адамға жаңағы жарты сағат бойы да бақылауды ғой. Сол вакцина жасайды. Вакцина жасағаннан кейін тағы да жарты сағат жаңағы кісі, вакцина алған кісі тағы да тексеріліп отырады. Адам тексеріліп біткеннен кейін, 30 минут тексеріліп біткеннен кейін, бірден жалғыз өзі кірмейді ғой вакцинаға, 5 адам кіреді. 5 адамға бір құтыдағы вакцина салынады. Бұл сұрақ, бұл бір құты 5 адамға арналған ба, жоқ әлде әрбір құты бір адамға арналған ба? Не себепті бір құты 5 адамға бөлініп салынады? Өйткені жаңағы флакондарды үнемдеу ғой. Үнемдейді ғой. Бір флаконда 5 адам, 5 дозасы болады. Жоқ, бұл жақтыртыңыз бұл жерде. Осын түсіндіріп беріңізді, шатасып кеткен. Қазіргі шығарылып жатқан, біздегі өндіріп жатқан вакцина 1 дозалық немесе 5 дозалық. Екі қалыпта келеді. Бізде мысалы басында жаңағы Ресейден алынған вакцина 5 дозалық болды. Жаңағы айтпақшы, бір құтыда 5 доза. Ал одан кейін жаңа Қарағанды фармацевтикалық комплексінен 1 дозалық вакцина шықты және 5 дозалық шықты. Енді бұл ешқандай да үнемдеу емес, бұл үнемдеуге жатпайды. Бұл жаңағы өзінің осындай форма расфасовки вакцины. Енді ол неге 5 адам күтуіміз керек? Себебі бұл вакцина, өздеріңіз білесіздер, ерекше мұздатқыш тізбегін қажет ететін вакцина. Ол вакцина мұздатқышта сақталу -18, кем дегенде -18 градуста сақталу керек. Және жаңағы біз оны неге 5 адам күтеміз? Себебі ол ашылған құтыдағы вакцина 2 сағаттың ішінде қолданылу керек. 2 сағаттан кейін жаңағы комнатный температурада қолданылмаса, ол вакцина жарамсыз болады. Жарамсыз болады. Жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз, бір дозасы $26 деп. Енді қараңыз, егер біз бір құтыны бір адамға жұмсап, қалғанын төгіп тастасақ не болады? 4 адам вакцинасыз қалады. $100 далада қалады. 4 адам вакцинасыз қалады. Біріншіден, 4 адам қауіп қатер
аймағына түседі, 4 адам коронавируспен ауру қаупіне ие болады. Сондықтан біз жаңағы 2 сағаттың ішінде бір флаконды қолдану үшін жаңағы 5 адам. Және ол 5 адам бәрін бірдей егу бөлмесіне кіргізіп жасамайды. Олар жаңа күту бөлмесі болады. Күту бөлмесі. Мысалы, жеке индивидуально жасайды вакцинаны. Бір адам, мысалы, 5 адам жиналған кезде уже дәрігер қарауды бастайды. Және жаңа дәрігер қараған, рұқсат берген адам егу бөлмесіне кіргенде екінші адам дәрігерге отырады. Солай тізбектеліп, бірінен кейін бірі 2 сағаттың ішінде 5 адам жаңағы 5 дозаны алу керек. Ауылдық адамдарға жақсы, мына сұрақ, бұл сұрақ кейінгі сұрақ, негізі асып кеттім. Мысалы, неге 2 кезеңмен салынады? Бірінші кезеңде бірінші вакцинаның өзі салынама, одан кейін 21 күннен кейін не салынады? Неге 2 кезеңмен салынады? Осын бір бұл 2 кезең болғанда, бұл 2 компонент. Бұл двухкомпонентная вакцина дейміз. 2 компонент, бірінші компонентті салғаннан кейін 21 күннен кейін екінші компонент салады. Бірінші компонентте не бар, екінші компонентте не бар? Күләш Бисахан айтып кетті ғой, бірінші компонентті жаңағы ол аденовирустың 26-шы типі, енді бір типі. Вирустың өзі деп айтайықшы? Вирустың вектор дейді ғой, вектор, носитель, вектор аденовирус болады. Ол вируспен, мысалы, бізде ол таралған вирус. Көп адамдар уже ауырған да аденовируспен. Ал жаңағы аденовирусқа коронавирустың сыртқы антигені енгізіледі. Спайс антигені. Шатастырып тұрмын ғой мен. Екінші рет жасағанда жаңағы аденовирустың антигендері жаман әсер етпеу үшін басқа типін қолданады, 5-ші типін. Таспен соғады деген сияқты ғой бұл. Жаңағы бірінші компонентіне құралған антиденелер жойылмау үшін басқа типі бірақ жаңағы сыртқы антигенге бәрібір антиденелер құралап. Сол себептен екінші кезең, бұл екінші компонент дейміз. Бұл кейбіреулер ревакцинация деп жатады, ол ревакцинация деген ол дұрыс емес. Бұл екінші компонент, бөлек компонент болып салады. Бұл бізді иммунитетті күшейту үшін. Бірінші компоненттен кейін, мысалы, ол иммунитет толық қалыптаспауысы мүмкін, ал екінші компонентті міндетті алғанда бұл иммунитет толық жаңа қалыптасады. Сол себептен 2 кезеңге. Бірақ та енді, мысалы, осы жерде тағы да бір тоқтап кетейін, өйткені түсінбеушілік болмасын, ерекше жағдайлар туынады. Мысалы, мен бірінші компонентті алып кеткеннен 21 күннен кейін, мысалы, басқа қалаға кетіп қалдым. Іс-сапарға кетіп қалдым, мысалы. Елге ол керек сөз емес. Жоқ, бұл өте маңызды сұрақтың бірі. Өйткені бұл өзімізде, мысалы, айтып тұрмын, біз күнделікті жаңағы бізге өте көп қоңырау салынады. Өйткені біз енді іс-сапарға кетіп қалады. Мысалы, біреуі жедел ауырып қалады, мысалы, бәрі мүмкін. Сол себептен бұны 60 күнге дейін екінші компонентті алуға болады. Міне, күнде міне 21 күннен кейін алмасаң, бітті ары қарай алмадым деген жоқ. 23-ші күн ғой, одан кейін мүмкіншілік бар 60 күнге дейін алғанға. Мысалы, егер енді жедел ауырып қаласың, респираторный бір инфекция болып, біреу іші ауырып қалды, біреу бас ауырып қалды, біреу температурасы көтеріліп қалды, біреу іс-сапарға кетіп қалды, мысалы, әрбір жағдай мен уақытында келмей қалса, одан кейін 60 салғаннан кейін коронавируспен ауырып қалды делік. Ондай жағдай болды. Ондай әрине міндетті. Ондай кезде не істейді? Ондай кезде уже бұл енді как коронавируспен науқастанған адамды сияқты уже 6 айдан кейін жаңағы бұның екпе алу қарастырылады. Қайттан алу керек 6 айдан кейін. Яғни жаңағы салынған екпе өзінің коронавирус жұқтырған адамға мүлдем нәтиже ешқандай әсер бермейді деген сөз. Күшін жойып алады бір сөзбен айтқан кезде. Өйткені сол себептен ғой 2 компонент 21 күннен кейін екінші компонентпен біз иммунитетті күшейтеміз. Күләш ханым, коронавирусқа қарсы вакцинаның ешқандай зияны жоқ екенін айтып жатыр, салу керек дейді. Кімдерге салмау керектігіне жауап бердік. Қандай талаптар сақталу керек коронавирусқа қарсы вакцинаның салынғаннан кейін? Осыған жауап берсеңіз. Тағы да бір мәселені айта кету керек, көп адамдар ауырды. Оларда антиденелер бар ауырғаннан кейін. После болезни дейді ғой, сформировалось. Ол кісілерге де вакцина салуға болады. Вакцинацияға қатысты маңызды ақпараттарымызды біз жарнамадан кейін айтып бермекпіз. Бізде қазір жарнама.
Өйткені нұсқаулық бойынша өйткені ешқандай зиян болмайды. Жақсы. 16 айдан кейін деп басында себебіміз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының біз нұсқау бойынша айттық ғой. Себебі бұл мысалы Күләш Бейсехан айтты ғой, ауырғаннан кейін болады дегендей. Бұл нұсқауды қолданғанымыз біз жаңағы вакцинаның қол жетімділігіне байланысты. Егер вакцина қол жетімді болса, егер ол адамның қалауымен, ол вакцина алам десе, бұл вакцина Екі кезең деп айтып жатырмыз. Бағанадан бері біз қазір мына дүние жүзінде барлық вакциналарды екі кезеңмен салады. Барлық вакциналарды. Тек Джонсон & Джонсон компаниясы бір кезеңмен салатын вакцина ойлап тапты, патентін алды. Еуропа мен ақш-та бұл мақұлданып жатыр. Енді жаппай қолданысқа енеді жуырда. Біз де оған қол жеткізіп қалатын шығармыз деген ойдамыз. Басқа нәрсе айтып кеттіңдер ғой деп Қуаныш мырза, сіз мына жақта ашуланып жатсыз. Елге не керек сонда сіздің ойыңызша? Халыққа не қажет дәл қазір? Қазіргі Қазақстан елдің бір өзім ойым 30% ауырып шыққан сияқты. Кем бір жағынан ойлаймын, кейбір региондар бар, 50, одан да биік процент ауырған сияқты бар. Сол ауруларға сол вакцина салуға болмайды. Не салуға болмайды? Вакцина деген не ол? Сол аурудың имитациясы ғой. Бірақ та имитация жасағанда өзінің отдельный генмен жасайды, и сол имитациясы полноценный болмайды. Ауырған адамда ол полноценный, стойкий, жақсы иммунитет болады да, сол иммунитетке басында қайталап, сол адамдарға, ауырып шыққан адамдарға сол вакцина қайталап салса, ИФАСын жасамай, ПЦРін жасамай, ол кезде жендегі повторная атака дейді, воспаление болады. Ішінде антиденесі бар адамдарға сіздің ойыңызша салуға болмайды. Мен сізбен келіспеймін. Мен айтып көрсем, мен сіздің сөзіңізді бөлген жоқпын ғой, енді қараңыз. Менде қазір 6 адам түсті, сондай. Уже түсті, мен сұраймын ғой, сендер не бүйтіндер десем, мен айтады, біз қандай адам түсті? Ауырып, сосын ауырып болғаннан кейін, біраз уақыт өткеннен кейін вакцина салған адамдар вакцинасын салады, ертеңіне бізге түседі. Ол вакцинасы салып тұрып, ертеңінде сразу түсу мүмкін емес екен. Ол вакцинаға антитела. Мен сіздің сөзіңді бөлген жоқпын ғой. Сіз қай больницада жұмыс істейсіз? Мен қазір тұрыңызшы, мен айтып көрейінші. Несін біз ана ИФАсын көріп жатырық. М жоқ, G бар. ПЦР жоқ. Ковидный неде қараймыз, тура. Интерлейкин 6-сын аламыз, интерлейкин 6 биік тұр. Ол не деген сөз? Ол деген анау жендегі супрессияда болады иммунитетті. Любой иммунитеттің өзінің супрессирующий элементтері болады. Сол иммунитет кем пайда болған, сол иммунитетті уақытша тоқтату керек. Сол иммунитет тоқтатылмаған иммунитетті аутоиммунный заболевание дейді. Түсініп отырсыз ба? Сол адамдар бізге 6 адам түсті. Сол 6 адам, сұраймын ғой, сен не барып мемлекет больницаға жатпайсың? Тегін ғой десем, бізге жатуға болмайды. Не түсіңіз? Не салдырады десем, бізге салмауға болмайды. Газ вакцина салмаса, мен жұмыстан қуып жібереді. Мен чиновникпін ғой дейді. Түсіп отқан бәрі енді мұғалім, доктор, полиция. Тілегімен жасалады ғой. Да. Олар ауырдым десем, олар жұмыстан шығарады екен. Салмаса да жұмыстан шығарады екен. Енді сіз тыңдаңыз, интерлейкин 6 ол әртүрлі әсер береді. Провоспалительный и поствоспалительный. Енді сол аурулар келіп жатыр, біз КТ-сын жасап жатыр ғой, КТ-сына не как хамелеон выступает. Так что на него не надо ориентироваться. Это не совсем тот цитокин, на которого надо ориентироваться. Да, вы должны сказать, интерлейкин это хамелеон, да. Хамелеон деген енді әлі аурудың несін дұрыс айтып жатыр. Бірақтан бір қызық жері бар. Бұлай қараңыз. Мен КТ жасаймыз ғой. КТ ішіне денсиметрия дейтін функциясы бар. Қарасақ ішінегі жәнда өкпесінде уже бұрында бірінші ауырғанда матовый стеклода көрінді ғой басына бірінші. Екінші атакаларын қарасаңыз тура абсцесс сияқты ғой. Рахмет. Түсінікті. Жоқ, екінші... Манар ханым, бәлкім, Күләш ханым, мысалға, бәлкім жаңағы денсаулық сақтау министрлігі айтты ғой, Алексей Цой, ай сайын 56 мың адамға ПТР сынама алуға мүмкіндігіміз бар деп, бәлкім сол ПТР сынама алған адамдарға ғана екпе салу керек шығар. Жаңағындай жағдай болмас үшін. Сіз ойлайсыз, ауырған адамға салу керек деп. Болады, салуға болады. Енді қараңызшы, бұлардың сол
жәндегі антиген вакцинаны сол антигеннен алады ғой. Ол полноценный адам ауырып шықты. Сол антигендердің бәрі бар ішінде. Мен сізге біздерде мен сізге Мен кішкене сізге иммунолог ретінде инфекционист болсам да сізге айтайын. Кейбір адамдарда жаңағы IgG антителдар дұрыс көтерілмейді. Неге? Өйткені лимфоциттер мен лейкоциттердің саны өте төмендеп кетеді. Жаңағы антителді құрайтын клеткалар бұл лимфоциттар. Да, енді қараңыз, вакцина салудың алдында, вакцина салудың бәрінде инфомет алды отқаным сол ғой. Алмаса, ертең күн аутоиммун ауру пайда болады. Жақсы. Бұлар не алмақса, потому что ақшасын бәрін, берген, өкімет берген ақшасын жаратып қойған. Адамға ай сайын ПТР-ға алу мүмкіндік бар Сендерге болса, қалай сенуге болады? Вакцинаның ең маңызды бір несі бар. Бұл нейтрализирующие антитела должны образоваться. Не просто антитела, бұл жерде нейтрализирующие антитела. И сама жаңағы вакцинаның өзінің организмда да жұмысының бірі бұл образование нейтрализирующих антител дейміз. Ауырғаннан кейін бәрі адамдарда мысалы бұл антиденелер инфекционный процесста пайда болған ол уақытымен төмендеуі мүмкін. Қазіргі мысалы өзіңізде шетелдерде айтып жатыр, повторный случай заболевания 9 рет в 9 раз увеличились там, допустим, в Чехии, увеличились там, допустим, во Франции. Да, вот это. Біздің Қазақстандық повторный случай регистрируется. Сол себептен мысалы көріп жатырмыз. Өте ауыр жағдайда жатыр олар. Егер сіз айтып отырған ауырған адамдар қайта алмайтын болса, онда неге олар ауырып жатыр? Коронавируспен ауырған адам вакцина салса ештеңе етпейді ғой. Қуаныш мырза, вакциналарда бұрын бір рет антиденелермен ПТР сынама тапсыру керек деп ойлайсыз. Подождите, ПТР сынаманың мысалы, да, ПТР сынаманың ең негізгісі не? Бұл науқастанған ба? Науқастанған ба? Это жаңа полимераздық, это бұл жедел процесс. Ал жедел процессын көрсетіледі ол мысалы, да, вот. Бұл жерде мына эпидемиологиялық жаңа қадағалаудың бұл мақсаты басқа бұл жерде мысалы. Біздің мына жерде мақсат ол ең баста келеткен мақсат ертерек анықтау, оқшаулау қажет мысалы, да, ол науқастанған адамды. Жаңағы бұл вирусты бір адамға жұқтырмаудың алдын алу. Егер мына вакцина бізге жаңағы вакцина ең негізгі бүгін алдын алу шаралардың бірі болып отырса, екіншіден бұған екіншіден он не защищает. Неден не защищает? Неден сақтамайды? Неден сақтамайды? Если вы енді инструкциясын оқимыз ғой, сонда былай жазылады. Ответственность за сделанную вакцину несет кто? Информированное согласие деп айтады. Кто несет ответственность? Производитель? Кім? Сол сеп атқандан ба? Министерство ма? Доктор ма? Больница? Кім ответственность? Жауапкершілік кім ұстайды? Соны айтыңызшы. Және проценті айтып жатыр ғой. Әсері 91,6% деп, иә? Оны кім айтады? Оны производитель айтады ғой. Осложнение, адам ертең күні қайтыс болып кетсе, адам ауырып қалса, ертең күні өкпесі қайталап воспаление берсе, да, соған ответственность кім береді? Жауапкершілік бермейміз деп айтып жатқан жоқ денсаулық. Енді кім береді? Айтыңызшы, кім береді жауапкершілік? Бұл арнайы тергеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл тек адам өлгесін қандай тергеу? Тұра тұрыңыз. Қуаныш мырза, сіз осындай жағдаймен өзіңіз мысалы тікелей. Қуаныш мырза, сұрағыңыз түсінікті. Манар ханым, жауапкершілік беретін адам бар ма мысалға? Мысалы, бұл әрине, бұл жаңағы денсаулық сақтау министрінің тарабында бұйрық бар арнайы. Егер осындай жағдайлар тіркелсе, арнайы тергеу жүргізіледі. Өйткені сіз өзіңіз дәрігерсіз, тергеу жүргізіледі. Сол министрдің астында жүрген адам болады. Соның айтқан сөзі болады. Независимые эксперты дейді. Эксперты независимый Қазақстанда жоқ. Ондай нәрсені айтпаңдаршы. Кім независимый эксперт? Мен. Сіз айлықты қайдан алып отырсыз? Өкімет төлеп отқан жоқ па? Министр төлеп отыр ма? Институт төлеп отыр ма? Соның астына вы уже независим емес. Институтта төлемейді, министрда төлемейді. Бізде өлім жағдай тіркелген жоқ қой әлі. Спутник V вакцинасын алған. Өлім жағдай тіркелген жоқ қой. Ең соңғы нүктеге бармай қойшы. Қазір жоқ, аз. Уже басталды. Ертең күні массовый вакцинация болған кезде оның бәрі пайда болады.
Сіз вакцинаға қарсысыз ба сонда өзіңіз? Жоқ, мен вакцина қарсы. Адамды тексеріп істеу керек, тексеріп. Одан кейін севатқан жерлерде кем дегенде дефибриллятор болу керек, ИВЛ болу керек, газы болу керек. Сондай инструменттер болады, специалист, реаниматолог. Бар ғой. Жоқ, бұларда стандартта ондай жазылмаған. Оларда любой поликлиникаға барып көріңізші, сол поликлиникада ИВЛ бар ма? Система газоснабжения бар ма? Жоқ. Жоқ, мысалы, транспортты вакцина жасап жатыр, автобус. Жылжымалы. Қай жерде? Россиядан енді біз енді пример ала береміз бе? Любой шетелге барыңыз. Где? Торговый центрді, мысалы, Қазақстанда да торговый центрді де жасап жатыр. Я, сол ғой, сол дұрыс па? Сол дұрыс па? Шетелде ғана Евроньюсті қараңыз. Сіз вакцинаны салдыру керек дейсіз, бірақ оның мынандай талаптары ғана болу керек деген айтып отырсыз ғой. Вакцинаны бірақ салдыру керек. Әрине салдыру керек. 91-де 6% тиімділігін айттық, елде зерттелген айттық, тексерілген айттық. Сондықтан бұл жерде біз көрерменді бұрмалаушылыққа, ақпараттық бұрмалаушылыққа меніңше адастыруға ешкімнің бұл жерде қақысы жоқ сияқты. Енді енді қараңыз, вакцина деген кабинет бар ма? Бар вакцина. Болды, енді қараңыз, екінші вопрос. Сол вакцина кабинетінде сіз вакцина кабинетіне ИВЛ қойып қой дейсіз ба? Ол жерде противошоковый уголок деген бар ол жерде. Енді көрдіңіз ба? Одан кейін дәрігерлер. Сіз реаниматолог болып істедіңіз ба? Мен реаниматолог болып істеген жоқ, мынау противошоковый уголокта. Мен сол отделенияда жұмыс істедім кезінде. Сіз сонда кез келген личный кабинетте ИВЛ тұрсын деп тұрсын ба? Жоқ қой, тыңдап тұрыңызшы. Ол дұрыс емес. Мына шок басталған кезде, давление түскен кезде доктор мен медсестраның уақыты болмай қалады. Сол аппараттар, ол ауруды апарамай қаласыз. На давление деген 3-4 минутта түседі. Жан сақтай қаласың. Вакцина кабинеті өзіңіз сендердің бұрынғы несін қараңызшы, бұрынғы сашыңыз. Вакцина кабинеті процедурный кабинетімен бірде алып келген. Талаптар болу керек пе коронавируске қарсы вакцина салынып жатқан кезде? Жоқ, бұл талаптар енді ол мүмкін емес талаптар. Бұл кісінің айтып отырғаны кез келген егу бөлмесінде ИВЛ аппараты, жаңағы газ құбыры, сіз айтқандай ондай болмау керек. Онда болмау керек. Болмау керек, именно қарастырылмаған бізде ол жерде анафилактикалық шокқа қарсы препараттар барлығы бар. Белгілі бір тұрғындар, белгілі бір жұрттың бір бөлігі вакцинаға сенбейді, оларды енді ол сену үшін, илану үшін, келу үшін екпе салуға не істеуге болады? Олар сендіру үшін не істеуге болады? Мына кісінің сөзінен кейін көп адамдар вакцина алмайтын шығар. Вообще вакцина айтып отырмын ғой, зиянсыз. Ең көп білімді деп сізді шақырып отырмыз, елде ең мықты маман деп. Жаңағы вирусқа қарсы антиденелерді құрайды. Сондықтан жаңағы адам жұқтырса да ауырмайды, ауырса да жеңіл түрмен ауырады. Ал енді мысалы, мен енді клиницистпін ғой, мен бірнеше больницада консультантпын. Кейбір адамдар өте қатты ауырады. Алғы иммуноглобулинді кейін қарасақ, оларда иммуноглобулин жоқ. Неге? Өйткені жаңағы лейкоциттердің саны, лимфоциттердің саны соншама төмендеп кеткен, нечем образовывать жаңағы антитело құрайтын клеткалар жоқ. Сондықтан тіпті ауырған адам, әсіресе ауырған адамдарда иммуноглобулин аз болады. Күләш ханым, енді адам өледі деп айтып жатыр, адам шығыны болады деп айтып жатыр. Өлімді айтпай қойықшы дегенмен де. Енді сіздің сөзіңіз жоқ, айтқан жоқ. Қуаныш мырза, адам өліп қалса ертең күні елдің алдында дәл осындай жағдайлар болған жағдайда қайғылы жағдаймен аяқталу мүмкін бе? Жоқ, вакцинадан кейін қайғылы жағдай болуы мүмкін емес. Ал енді жаңағы қайғылы жағдай вакцина алмаған адамдардың арасында бар. Мына мысалы мен кардиоцентрдің реанимациясын күнде 5-6 звонок келеді. Өзім барып қараймын. Европада қанша адам қайтыс болды, білесіз? Біздің Қазақстанда да аз емес. Ауырғаннан кейін. Жаңағы сіздің сұрағыңызға тоқтап өтейікші, егер мынау сенбеушілік арттырып атқан адамдардың арасында не істеу керек болады дегендей. Мысалы, сенбеушілік болмайды деп, прям 100% бәрін вакцинация жасаймыз деген ешкім оны үміттеніп отырған жоқ. Біз жалпы біздің жаңағы күнтізбесіне сәйкес, мына ұлттық күнтізбесіне сәйкес біздің прививкалар бар ғой. Вот соның рас вакцинацияны ол жерде де бас тартатын адамдар бар. Сондықтан біз мысалы бұл жерде 60
60%-дан кем емес адамды вакцинамен қамту еді. Одан кейін ең бірінші мысалы да тиімділігі біз бүгін біздің ел жаңағы ел басында тұрған біздің ең белгілі тұлғамыздың бірі біздің мемлекеттің президентіміз бүгін вакцина алып жатыр. Міне осындай жаңағы примерлермен біз өзіміз көрсету керекпіз. Мысалы біздің ұйымда сіздер де ойламаңыз, бәріміз жаппай бар вакцина алдық деп. Мысалы бізде кезең-кезеңмен мысалы кім алғашқы алу керек, кім кейінірек алақ, оларда да болды арқанда. Алыңғы фронтта жүрдік дегендей да мысалы. Одан кейін мына бүткіл өңірлерде қарасаңыз, белгілі тұлғалардың вакцина алғанын оны да жариялап жатырмыз. Өйткені біздің алдымызда мақсатты жаппай халықтың бәрінен алғанда 60%-ды кем дегенде 60% адамда вакцинамен қалды. Ал ол мысалы теріс көзқарас, ол үнемі ол ылғи да болады. Бұл жерде жаңа коронавирустың вакцинасынан пайда болған жоқ. Көзқарастағы жүргендердің өзі айналып келіп салдырып жатыр ғой. Әрине, өйткені көбінесе мысалы сіз Қуаныш мырза бір сәтпен мен сізге келсем, өйткені мына алдымызда отыр, олар кей кезде теріс ақпарат алу мүмкін. Теріс ақпарат ол кей кезде даже сол дәрігерлердің өзінен алу мүмкін. Сол себептен мысалы бұл жаңағы информационно-разъяснительная работа дейміз ғой, да, біз мысалы ақпараттық жұмыстарды біз тек қана мынау қарапайым халықпен емес, дәрігерлердің арасында да бұл өзі арнайы бір жаңағы направление коммуникация дейміз мысалы, да, коммуникация риска деп айтамыз. Ол сол себептен бұл жай ғана бұл ақпараттық жұмысқа біз қарай салуымыз мүмкін емес. Рахмет. Мен қазір поликлиникаға барып келдім. Бір-екі поликлиникаларды қалада көріп келдім. Алматыда, Шымкентте, Таразда. Солардың дайындалғанын көрдім ғой, бірақтан дайындалғандары дұрыс деп санамаймын. Даже ана противошок. Қандай ұсыныс айтар едіңіз? Менің ойым сол отделенияларда, менің ойым мынандай ғой. Ұсыныс. Вакцинационный кабинеттерді тоқтатып, үлкен вакцинационный центр ашу керек. О, біріншіде, оның жұмыс уақытын круглосуточный дейді ғой, 24 сағат жасау керек. Біріншіде, екіншіде, уақытта кем дегеннен регистрацияда 5 адам отыру керек. Но шетте қабылдап қарап жүрген кем дегенде 25-30 доктор болу керек. И аны егетін медсестралардың бір 3-4 жетеді. Сонда сондай вакцинальный центрлерде күніне 1-2 мың адамды қарауға болады, екпе алуға болады да вакцинация. Енді қараңыз, сол жерде, сол центрлерде бір скорость помощь жасауға болады. ИВЛ, дефибриллятор, монитор. Ертеңгі күні бір нәрсе болып қалса, адам деген вакцинадан кейін кем дегенде жарты сағат, кейбір адамдарға даже 40 минут болу керек. Сол жерде отыру. Сол бірінші біз қорқатынымыз неден? Біз анафилактический шоктан қорқамыз ғой. Бірінші сол. Бірақтан одан кейін сол жерге адамдар 21 күннен кейін қайтып келу керек қой. Анафилактический шок 21 күннен кейін басталуы мүмкін. 21 күннен кейін? Ой, не, осложнение, анафилактический шок. Манар ханым, осы анафилактикалық шокты алған адамдар бар ма? Аутоиммун осложнение 21 күннен кейін. Анафилактический 15 минутте бүгінгі күнге дейін 190 мың адамның ішінде анафилактикалық шок алған адам Құдайға шүкір, пока жоқ. Жоқ. Мысалы, ол мына коронавирус грипп сияқты жоқ, сіз Қуаныш мырза, сіздің бұл идеяңыз өте жақсы идея, бірақ ол үлкен қалаларға ғана тиімді болады. Вакцинация центр деген. Ал сізде мысалы ауылда қай жерде бар вакцинациялық центр ашасыз? Жоқ, даже қаланың өзінде. Қуаныш мырза, рахмет. Стадионда, любой жерде ашуға. Жоқ, Больницада ашуға болмайды. Бұл идеяны айтайын, неге торговый центр тек қана үлкен спортивный залдарда болады. Ана Евроньюс нелер программаларды қараңызшы, үлкен баскетболный залдар нелерді ашып жатыр. Не етпесеңіз, ол жақта система вентиляцияны неге посетительдерге жасалынған ғой. Үлкен система вентиляция мықты. Біздің торговый центрде ондай система вентиляция жоқ. Бізде даже поликлиникаларда жоқ нормальный система вентиляция. Жоқ, енді мысалы бармен риза болуымыз керек қой. Біздің жағдайымыз әлі сіздің айтқан сөздеріңізге көнбейді.
Кім көнбейді? Жоқ, жағдайымыз Енді жаңағы 25 жағдайым адам жоқ деп адамға өлімге кесуге болмайды ма? Бір себептен, почему бұл центрдің тиімділігі төмен болады, өйткені вакцина қолжетімді географически должен. Мысалы, мүгедек адамдар, қарт адамдар, олар шығын, кейбіреулерінде де шығын шығарып, қаланың бір шетінен тек қана ортасы вакцина алу мен қолжетімді емес маған деп келмеуі де мүмкін. Рахмет. Сол себептен ол емханада болу керек. Қымбатты спикерлер, соңғы сұрақ, иә, жоқ деп қана жауап берсеңіздер, иә. Асқар Мамин қыркүйек айының соңына дейін бізде 10 миллион адам екпе алады деп айтты. 10 миллион адам екпе алады деп айтты. 3 айдың ішінде бізде 190 мың адам ғана екпе алды, вакцина алды. Айына 2 миллион адамнан екпе алу мүмкін ба? мүмкін. Мен ойлап тұрмын, бұл тек мен воздержусь, бұл жоспар. Мен прям нақты айтамын. Өзіңізге сенбейсіз? Иә. Жоқ, өзіме сенбеймін емес, бұл тек жоспар, бұл вакцинаның тиімділігіне байланысты болар. Министр ауыстыра қоймайтын шығар. Енді ауыстыру керек, енді қарап отырамыз сол баланың бетіне. Барлық жұмысты дұрыстап ұйымдастырса болады. мүмкін деп ойлаймын. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз бүгін вакцина қауіп бар ма, пайдасы қандай деген тақырып талқыладық. Иә, екпені алу әркімнің өз еркі. Бірақ қоғамдық иммунитет қалыптаспайынша біз мына вирусты жеңе алмаймыз. Ал қоғамдық иммунитетті қалыптастырудың ең төте жолы жаппай вакцина алу. Тағы бір жолы бар. Халықтың барлығы ауырып шығу керек. Ал ол жолдың соңғы нұсқаның миллиондаған адам шығынымен аяқталып жатқанын уақыт көрсетіп жатыр. Солай емес пе? Негенің негізгі сұрақтарын қойған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық, сау болыңыздар.